Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Қым-қуыт тірліктің тағы бір аптасы артта қалды. 7 күннің жаға сатар жаңалығымен ағайынға айтылар ақпарат көп бізде. Бұл Қазақ Ордасының апталық жолы бағдарламасы, ендеше кеттік. Қазақстанда туыстық байланыс арқылы төрге шығу, қайыс креслоға жайғаса кету тоқтады ма десек, қателескен секілдіміз. Осы аптада ұлттық экономика министрі Әлібек Қуантыровтың інісі Ермек Қуантыров Қазатомөнеркәсіп ұлттық атом компаниясының сатып алулар жөніндегі директор болып тағайындалды. Ермек Қуантыров бұған дейін Еуразия экономикалық комиссиясының кәсіпкерлікті дамыту департаментінде басшылық еткен болатын. Ол ұлттық экономика министрі Әлібек Қуантыровтың туған інісі, президенттік жастар кадрлық резервінің мүшесі. Кіші Қуантыровтың бұл қызметке лайық бағасы арқылы немесе шенеунік ағасы арқылы келгені әзірге белгісіз. Мұны уақыт көрсетеді. Түркістан облысында жан түршіктірер қылмыспен адам айтса сенгісіз азғындық орын алды. Жау алыстан келмейді дегендей 5 жастағы бүлдіршінге айуандық жасап, асқан қатыгездікпен өлтірген ер адам оның көршісі болып шықты. Ойнап жүріп, азғынның қолына түскен қаршадай қыз жер қойнына тапсырылды. Баласынан 5 минутқа көз жазып қалған ата-ананың көзі құрғайтын емес. Анасы іздеп таппаған бүлдіршінді бүкіл ауыл тұрғындары іздеуге кіріседі. Марқұмның әкесі бірден жақында түрмеден шыққан көршісінен күдіктеніпті. 5 жасар қыздың сау тамтығы қалмаған денесі көршінің үйіндегі шатырда жатқан. Қылмыскер құрықталып, қазір уақытша ұстау изоляторына қамақ қалынды. Күдіктінің үстінен қылмыстық іс қозғалды. Жан түршігерлік қылмыс мемлекет басшысының назарына ілікті. Ұлытауда Қазақстанның солтүстігін Ресейге беруді ұсынған азаматқа қатысты қылмыстық іс қозғалды. Облыстық прокуратура мәліметінше, Сысоевқа қатысты ел тұтастығын бұзуға үгіттеу бойынша қылмыстық іс қозғалған. Айта кетейік, жезқазғандық чат рулеткада солтүстік өңірін Ресейге беруді ұсынған азамат халықтың наразылығын тудырды. Кейін ол қазақстандықтардан кешірім сұрап, бейне жазба жариялады. Оның айтуынша, чат рулеткаға мас күйде кірген, бірақ араққа сылқия тойып, Қазақстанның тәуелсіздігі жайлы сайрағыштардың ойында не бар екенін Құдай біледі. Қазақтың ас суын ішіп, ар намысын аяққа таптап жүрген жандарды елден аластатып жіберсе де артық болмас сірә. Қалай ойлайсыздар, құрметті көрермен? Комментарийге жазыңыздар. Аптаның ең шулы әрі қайғылы жаңалығы әуежайды басып алуысы бойынша сотталған азаматтар. 11 шілде күні Алматыдағы Наурызбай аудандық мамандандырылған сотында Алматы әуежайын басып алуысы бойынша сот үкімі оқылды. Сот айыпталушылардың барлығын кінәлі деп таныды. Журналист Айгерім Тілеужан 4 жылға, Қалас Нұрпейісов, Нұрлан Дәлібаев, Ермұхаммед Шилібаев және Жанайдар Кәрменов 8 жылға сотталды. Айта кетейік, 4 шілде күні Алматының қылмыстық істер жөніндегі сотында 2022 жылға қаңтар оқиғасы кезінде қалалық әуежайды басып алу ісі бойынша жарыссөз өткен болатын. Қазақ қаламгерлері мен зиялы қауым өкілдері президент Қасым-Жомарт Тоқаевқа ашық хат жолдап, әуежай ісі бойынша сотталғандарға араша сұрады. Құрамында ақыны мен жазушысы, блогері бар 42 адам ескі жүйенің салқыны әлі де сезілетін әуежайды басып алу ісі бойынша сотталғандардың жайын егжей-тегжейлі зерттеп, ерекше мән беру керектігін жазды. Ал 4 жылға сотталған әріптесіміз журналист Айгерім Тілеужанның басында имеймін, тіземді бүкпеймін деп қасқайып қарап тұруы оның батырлығын айқындады. Қазақ қаламгерлерінің бұл даты президенттің құлағына жетер ме екен? Өз ойыңызды пікір алаңына жаза кетіңіздер. Қай кезде де патшаның зиялы қауым өкілдеріне құлақ асатыны белгілі дүние ғой. Әділетті Қазақстанда әділетсіз сотталған қаңтаршылар үшін әділ баға беріледі деп үміттенеміз. Жолды жөндемесек, қыстан шыға алмас едік деген Досаев қала көшелеріндегі кептеліс үшін халықтан кешірім сұрады.
Алматы қаласының әкімі Бостандық ауданының тұрғындарымен кездесуде қаланы дамытуда инфрақұрылымды реттеудің маңызды екенін айтып, Әл-Фараби және Абай көшесін жөндеуге не себеп болғанын түсіндірді. Әкім Әл-Фараби көшесі 2010 жылдан бері, Абай көшесі 2012 жылдан бері жөндеу көрмегенін алға тартты. Мамандардың айтуынша, биылғы жылы осы екі жолды жасамаса қыстан шыға алмас едік. Алматы тұрғындары қалада көлік кептелісінің жиілеп кеткенін айтады. Бұдан бөлек Ерболат Досаевтың отставкаға кетуін талап еткен петиция жарияланды. Алматы қаласының әкімі демекші, Алматы қаласының бұрынғы әкімі Нұр Отан партиясының төрағасы қызметін атқарған кейін елден бой тасалаған Бауыржан Байбектің әкесіне 51.750 теңге айыппұл салынды. Күлкілі естіледі әрине. Тарқатып айтайық. Еңбек жолын темір жолшы болып бастап, Алматы жолаушылар тасымалы мекемесінде лауазымды қызмет атқарған Қыдырғали Байбек заңсыз құрылыс жүргізген. Сапаны бақылау басқармасы тұрғындардың шағымнан кейін нысанды жоспардан тыс тексеру жүргізді. Нәтижесінде сот Қыдырғали Байбекті кінәлі деп тауып оған 51.750 теңге айыппұл салды. Айран ішкен құтылып, шелек жалағандар тұтылған заманда көз көрді, құлақ естіді. Кейбір отандық бұқаралық ақпарат құралдарындағы мәліметке сүйенсек, Қыдырғали Байбек Нұрсұлтан Назарбаевтың сыныптасы. Демек, экс-президенттің ықпалы әлі күнге дейін әлсіремеген секілді. Осы аптада Алматы қаласында Ресейдегі әулиелер санатына жататын және славян мен түркі халықтары арасындағы тату көршілік қатынастарды дамытуға үлес қосқан орыс князі Александр Невскийге ескерткіш қойылды. Ескерткіштің ашылу салтанатына қала әкімі Ерболат Досаев пен Владимир Путиннің көмекшісі Владимир Мединский қатысты. Бұдан бөлек бұл іс-шарада дәстүрлі конфессиялардың жетекшілері, Қазақстан мен Ресейдің қоғам және саяси қайраткерлері, Қазақстан православия шіркеуінің архипастырлері бой көрсетті. Айта кетейік, биыл Қазақстан Республикасы мен Ресейдің Федерациясы арасындағы тату көршілік туралы шартқа қол қойылғанына 10 жыл толып отыр. Абай облысындағы алапат өрт кезінде президенттің сынына ұшыраған төтенше жағдайлар вице-министрі Марат Күлдіков өз еркімен қызметінен кетті. Айта кетейік, Күлдіков 2020 жылы Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар вице-министрі болып тағайындалған болатын. Сондай-ақ ведомство өкілдері Абай облысындағы алапат өрттің толық ауыздықталғанын хабарлады. Қаншама отбасыны қара жамылдырған мұндай апатты жағдай енді қайталанбасын деп тілейміз. Қамаудағы журналист Думан Мұхаммедкәрімнің жағдайы күрт нашарлады. Бұл туралы қоғам қайраткері Дана Сәрсенбаева хабарлады. Оның айтуынша, Думан Мұхаммедкәрімнің өміріне айтарлықтай қауіп төніп тұр. Азаматтың бүйректері сіңген, оның жүрегі кез келген сәтте тоқтап қалуы мүмкін. Айта кетейік, 25 тәулікке қамалған әріптесіміз Думан Мұхаммедкәрім кеше босатылуы керек еді. Алайда ол қылмыстық іс бойынша күдікті деп танылды. Белсенділердің ұсталуы жайлы тағы бір ақпар. Алматыда Бесжан Төлеубекұлы бейбіт жиналыс өткізу тәртібін бұзған үшін 15 тәулікке қамауға алынды. Журналист Күлтегін Аспанұлының мәліметінше 14 шілдеге қараған түні Бесжан Төлеубекұлы Наурызбай аудандық ішкі істер бөліміне жеткізілген. Белсендіге халық террорист емес деген плакатты ұстап тұрған үшін және алматылықтарды әуежайды басып алу туралы іс бойынша үкім жариялағанға дейін сот ғимаратының алдына заңсыз митингке шақырды деген айып тағылып отыр. Отанға опасыздық жасады деп қамалған Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы басшысы Кәрім Мәсімовтің немере інісі Тоқаевтан көмек сұрады. Нұрлан Мәсімовтің адвокаты 2020 жылдың 6 қаңтарында полиция департаментінің бұрынғы басшысы пара алғаны туралы қылмыстық істі тіркемегенін айтты. Ал Нұрлан Мәсімовтің өзі елде бассыздық орын алып жатқанын атап өтті. Еске салайық, былтыр Павлодар облыстық полиция департаментінің бұрынғы бастығы Нұрлан Мәсімовке іздеу жарияланған болатын. Оған аса ауыр сыбайлас жемқорлық қылмыс жасады деген айып тағылды. 2022 жылы 13 шілдеде Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілдері Нұрлан Мәсімовті
Ресеймен шекарада ұстады. Қасым-Жомарт Тоқаев елорданы дамыту мәселелері жөніндегі кеңесте Астана қаласының әкіміне міндет жүктеп, 1 жыл ішінде қала ахуалын жақсартуды тапсырды. Город стремительно растет, нагрузка на инженерные сети неуклонно увеличивается, поэтому необходимо безотлагательно и окончательно определиться со строительством второй очереди ТЭЦ-3 и третьей газовой котельной. Поручаю в месячный срок внести соответствующие предложения. Наша задача обеспечить надежное теплоснабжение Астаны. Ардақтаған құрметті көрермен, осымен қазақ ордасының қазақ тіліндегі апталық шолуы тәмам. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жақсылық Зейнешев, жақсылықта жолыққан шағай.